Шығыс Қазақстанның кейбір мектептерінде жөндеу жұмыстары әлі бітпепті. Ал балалар болса құрылысшылармен бірге білім алған болып жүр. Ұстаздар балалардың қауіпсіздігіне алаңдаса да, сабақты тоқтатқысы жоқ. Тек оқушылардың аман болуын тілеп, қосымша күзет қызметінде атқаруға тура келіп дейді. Жауаптылар жағы бұған қазына қаржысын қайта қарау себеп болды деп ақталуда. Күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан білім ордаларының бірі Өскемендегі нөмірі 45-ші орта мектеп. Іргетасы сонау 1975 жылы қаланған ғимараттың қазір төбесі жөнделіп жатыр. Бірақ бұл жұмыстар бастапқы жоспар бойынша қыркүйек айының 1-не дейін бітуі керек еді. Енді ондағылар білім алған балалардың қауіпсіздігі үшін қабаттасқан құрылыстан да қорқады. Әрине алаңдаймыз, оған байланысты күнделікті кезекшілік жасап, бақылап, қадағалап, қарап, әрбір сынып жетекші, әрбір мұғалім осыны бақылап қарап отырады. Құрылысшылар қазан айының басына дейін жұмысты аяқтаймыз дейді. Өйткені келісім шартта көрсетілген уақыт сол көрінеді. Арасында ауа райының қолайсыздығынан біраз күн жатып қалдық, күнде жауын бар. Енді уақытымыз осы қыркүйектің 30-на дейін, біріне дейін бітіріп өткізуіміз керек. Енді жұмыстың 80% орындалды. Әкімшіліктегілер бұл мәселе қала әкімдігіндегі қаражатты қайта есептеуге байланысты болғанын айтты. Соның салдарынан мемлекеттік сатып алу порталына кеш шыққан сыңайлы. Ал ол кезде жөндеу жұмыстары басталатын уақыт әлдеқашан өтіп кеткен екен. Маусым айының басында мектептерден мемлекеттік сатып алу өткізу өтініші кеп түсті. Қаржы бөліммен конкурстық процедуралар жүргізіп, айдың аяғында жеңімпаздар белгілі болып, мектептерге шартқа отыруға құжаттар жіберілді. Бұл мектептен басқа тағы бір мектептің төбесі, екіншісінің жылу жүйелері ауыстырылып жатыр. Одан өзге қаладағы 10 білім ордасында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жанболат Саняз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.